1219 жыл. Хорезмшахтар мемлекеті тарихтағы ең алапат шапқыншылықтардың біріне ұшырады. Шыңғысхан бастаған моңғол қолы жолында кездескеннің бәрін жалмап, күлге айналдырып келе жатты. Олардың жойқын күшіне ешбір әскер төтеп бере алмады. Ешбір қамал бұл алапат қаһарға қалқан бола алмады. Алайда моңғолдарға ашық қарсы шығуға тек бір адамның ғана жүрегі даулады. Ол Парван шайқасында моңғолдардың жеңіліссіз шеруін тоқтатқан сұлтан Жалал-ад-дин Хорезмшах еді. Өзінің асқан ақылы мен ержүрек батылдығының арқасында ол Шыңғыс ханның құдіретті билігіне тікелей қарсы тұрды. Бұл Шыңғыс хан мен Жалал-ад-диннің арасындағы тарихи текетірестің дастаны. Ендеше бізбен бірге болып осы оқиғаға қатысты ой-пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз оқиғаны басынан бастаймыз. 13-ші ғасыр. Орталық Азия сахнасында тарихтың ағымын түбегейлі өзгерткен жаңа күш пайда болды. Шыңғыс хан басқарған моңғол әскерлері темірдей тәртібімен, теңдессіз жылдамдығымен және аяусыз соғыс тактикасымен аймақтағы барлық саяси тепе-теңдіктің тас талқанын шығарды. Небәрі 10-15 жылдың ішінде Орталық Азияның басым бөлігі мен солтүстік Қытай моңғолдардың билігіне өтті. Бұл ғаламат өрлеудің келесі нысанасы батыс өркениетінің мол қазынасы еді. Батыста селжұқтардың мұрасы негізінде қаланған ұлы держава Хорезмшахтар мемлекеті жатты. Сол дәуірдің ең ірі әрі бай мемлекеттерінің бірі саналған бұл империя сұлтан Ала-ад-дин Мұхаммедтің басшылығымен қарыштап дамып келе жатқан болатын. Сұлтанның басты арманы тарих беттеріне ұлы жаулаушы ретінде өз есімін алтын әріптермен жазу еді. Оның түпкі мақсаты ислам әлемінің ғасырлар бойы көксеген арманын жүзеге асырып, Қытайды бағындыру және сол заманның ұлы ескендірі атану болатын. Алайда бұл асқақ арман Орталық Азияда пайда болған күтпеген қарсыласқа келіп тірелді. Шыңғыс хан бастаған моңғол қолы солтүстік Қытайды жаулап алып, аймақтағы мемлекеттерді бірінен соң бірін тарих сахнасынан өшіріп жатты. Шығыстан көтерілген бұл жойқын толқын Хорезмшахтардың шығыс шекараларына таяп қалған еді. Тарих бізге бір мезгілде бой көтерген екі ұлы империяның түбінде міндетті түрде бетпе-бет келетінін сан рет дәлелдеген. Дегенмен, соғыс басталардан бұрын әдеттегідей дипломатияға кезек берілді. Сұлтан Ала-ад-дин Мұхаммед бірінші болып Қарақорымға өзінің ең сенімді елшісін аттандырды. Ол білімдарлығымен және саяхатшылығымен танымал болған Сейд Бахаддин Рази еді. Рази Шыңғыс ханның қабылдауында болып, екі тарап арасында достық қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік бар екендігі туралы хабар алып қайтты. 1218 жылы осы бейбітшілікке деген талпынысты одан әрі нығайту үшін Шыңғыс хан Хорезмшах сарайына мұсылмандардан құралған арнайы елшілік тобын жіберді. Делегация Шыңғыс ханның сұлтан Ала-ад-дин Мұхаммедті өзінің ең сүйікті ұлындай көретінін, онымен достық орнатып, сауда жолдарын ашық ұстауды қалайтынын жеткізді. Алайда сұлтан бұл үндеуге қанағаттанбады. Бұл оның намысына тиіп, елшілерге дөрекілік танытып, тіпті қорқытып үркітті. Бақытқа орай, сол кезеңнің беделді тұлғаларының бірі Махмуд Ялабаштың араласуымен жағдай ушықпай сабырға келтірілді. Сонымен қатар, ол екі тарап арасында сауда келісімінің жасалуына да қол жеткізді. Десе де Шыңғыс хан соғыстың сөзсіз болатынын іштей сезді. Ал соғыстағы ең маңызды нәрсе өз халқын осы күреске жұмылдыратын салмақты себеп еді. Ол бірінші болып шабуылдауды қаламады. Керісінше, жауын осы қадамға итермелеуді көздеді. Осылайша, ол өз халқын ортақ жауға қарсы бір тұтас мақсат төңірегінде топтастыра алатынын білді. Ол іздеген сылтауын отырардан тапты. Екінші жағынан сұлтан Ала-ад-дин Мұхаммед моңғолдарға қарсы джихад жариялап,
барша мұсылмандардың қолдауына ие болуды және осы бірліктің күшімен Қытайға дейін жетуді армандады. Бірақ бұл ауқымды жоспардың жүзеге асуына бірқатар ішкі дағдарыстар кедергі келтірді. Оның және Аббасид халифы Ан-Насырдың арасындағы кикілжің ислам әлеміндегі оның заңды билігіне нұқсан келтіріп жатты. Қарап отырсақ, екі жақта бір-бірімен соғысатындығына сенімді еді. Бұл жердегі сұрақ, соғысты кім бірінші бастайды? Сұлтан Ала-ад-Дин Мұхаммед халифке қарсы пәтуалар жинап, Бағдадпен ашық күреске шықты. Сонымен қатар өз анасы Түркен қатынға адал әскербасылар мен билік үшін жүргізген ішкі тартысы мемлекеттің бірлігін әлсіретті. Бірлік ең қажетті сәтте ыдырай бастады. Бұл алауыздық ислам әлемін моңғол қауіпінің алдында қорғансыз күйде қалдыруы тиіс еді. Дәл осы тарихи сәтте Отырар қаласына моңғолдар аттандырған 450 саудагерден құралған керуен келіп жетеді. Алайда қала әкімі Иналшық Қайырхан оларға тыңшылар деген жала жауып, барлығын қылыштан өткізуге үкім шығарады. Бұл хабар Шыңғыс ханға жеткенде, ол дереу елші жіберіп, Иналшық Қайырханды өзіне тапсыруды талап етті. Алайда бұл өлім жазасы туралы бұйрықты Сұлтан Ала-ад-Диннің өзі бергені белгілі болды. Ибн Баттутаның жазуынша, Хорезмшахтардың сол кездегі әлеуеті соншалық, Шыңғыс хан алғашында оларға тікелей шабуыл жасауға бата алмаған. Дегенмен, Отырар опаты енді елеусіз қалдыруға болмайтын оқиға еді. Осы оқиғалардан кейін Шыңғыс хан шамамен 150 мыңнан 200 мыңға дейін адамнан тұратын орасан зор әскермен жорыққа дайындықты бастады. Бұл әскер саны жағынан Хорезмшахтың күштерінен аз болғанымен, ерекше тәртібімен, жоғары мобильділігімен және стратегиялық шеберлігімен ерекшеленді. Сұлтан Ала-ад-Дин Мұхаммед өзінің негізгі әскерін Самарқандта ұстап, қалған күштерін Сейхун, яғни Сырдария мен Мәуереннахр бойындағы қалалар мен қамалдарға бөліп тастады. Ол моңғолдар қамалдарды қоршаса да ала алмайды және көп ұзамай кері шегінуге мәжбүр болады деп сенді. Алайда бұл оның ең үлкен қателігі еді. Қытай жорықтары кезінде моңғолдар қамалдарды қоршап басып алуда мол тәжірибе жинақтаған болатын. Олар енді тек далада шайқасатын атты әскер ғана емес. Бұл жайт хорезмдіктер үшін ауыр соққы болып тиетін еді. Сонымен қатар әскерді қалаларға таратып жіберу Шыңғыс ханның қуатты әрі біріккен қолына қарсы тұра алмайтынын білдірді. Бұл соғыстың тағдырын шешкен ең ірі стратегиялық қателіктердің бірі болды. Шыңғыс хан Хорезмшахтар еліне жақындады. Ол сыр бойында орналасқан қалаларға, соның ішінде Отырарға жетті. Отырар қаласын қоршауға алуды ұлдары Шағатай мен Үгедейге тапсырды. Ал үлкен ұлы Жошыны Жент қаласына аттандырды. Өзі негізгі күшпен Бұхараға бет алды. Бұхараны күл-талқан еткеннен кейін Шыңғыс хан Хорезмшахтар астанасы Самарқандты бетке алды. Сұлтан Ала-ад-Дин осы қалада болатын, бірақ ол өзінің шегінер жолының кесілгенін түсінгенде үрейленіп қаланы тастап шықты. Қала 5 күндік қоршаудан кейін моңғолдарға берілді. Онда бұрын соңды болмаған қырғын болды. Осыдан кейін Жошы оңтүстікке бет бұрып Үргенішті қоршады. Бұл қиратулардың астарында тек қаһар ғана емес, сонымен бірге терең ойластырылған стратегия да жатты. Моңғолдар өздері бағындырған қалаларда қолданған шектен тыс зорлық-зомбылықты психологиялық тактика ретінде пайдаланды. Осы әдіс арқылы олар халыққа екі таңдау ұсынды. Не олар бағынып, салық төлеп аман қалады, немесе олар моңғолдардың қаһарына ұшырап, ең кішкентай қарсылық көрсеткен жағдайда қалалармен бірге жермен-жексен болады. Үрей олардың ұрыс даласындағы ең тиімді қаруына айналды. Сұлтан Мұхаммед Балх, Нишапур және Рей қалаларына қашып, ізін жасыруға тырысты. Шыңғыс хан оның артынан Сүбедей мен Жебені жөнелтті. Балх пен Нишапур шайқассыз берілді, бірақ Туз
Дамған және Семнан қалалары қарсылық көрсетті. Сүбедей бұл қалаларды өртеп қиратты. Соңында Рей қаласы да құлады. Сұлтан Аладдин Каспий теңізіндегі аралдардың бірін паналап, 1220 жылдың желтоқсанында сол жерде көз жұмды. Ол өзінің мұрагері ретінде ұлы Жалалладдинді тағайындады. Жалалладдин Хорезмшах әкесінің күйреудің аз-ақ алдында тұрған мемлекетті мұра етіп алды. Бұл кезде Шыңғысхан Ауғанстан мен Хорасанға бет алды. Балх қаласы Сүбедейге берілгеніне қарамастан тоналды. Төле басып алған Мерв қаласы ешқандай қарсылық болмаса да бүкіл халық қырылды. Тек 400 қолөнерші ғана тірі қалдырылды. Нишапурды қорғау кезінде Шыңғыс ханның күйеу баласы Тоғышар қаза тапты. Шыңғыс ханның қызы ашуға булығып, қаланы жермен жексен етуді талап етті. Бұл тапсырма Төлеге жүктелді. Қаладағы барлық тіршілік иелері, тіпті жануарларға дейін қырып салынды. Моңғолдар сондай-ақ Харун Рашид пен Сұлтан Санжардың кесенелерін қиратып, түркі ислам өркениетіне тиесілі барлық құндылықты аяққа таптады. Осы уақыт ішінде Жалалладдин Хорезмшах Газнада 60 000 адамнан тұратын әскер жинап үлгерді. Бұл моңғолдарға қарсы тұру үшін құрылған алғашқы әрі жалғыз тұрақты әскер еді. Шыңғыс хан Газнада үлкен әскердің жиналғаны туралы хабар алғанда жағдайға салмақпен қарады. Сондықтан ол Жалалладдиннің соңынан өзінің жас, бірақ дарынды қолбасшыларының бірі Шиги Хутухуны жіберді. Хутуху Шыңғыс ханның негізгі әскерінен 30 000 қолмен бөлініп, Газнаға қарай аттанды. Сан жағынан аздығына қарамастан, моңғолдар аз күшпен ірі жауларды жеңіп үйренген болатын. Жалалладдин моңғол әскерінің жақындап келе жатқанын естігенде шайқастың Газнада болғанын қаламады. Ол моңғол қолбасшысының оны атты садақшылармен қоршауға алуға тырысатынына сенімді еді. Сондықтан оған өз әскеріне стратегиялық артықшылық беретін тар шатқал немесе табиғи кедергісі бар жер табу қажет болды. Ол өзіне қажетті жерді Парва маңынан тапты. Егер ол бүкіл аңғарды өз сарбаздарымен толтыра алса, моңғолдардың классикалық маневрлік тактикасы іске аспайтын еді. Моңғолдар Газнаға еш кедергісіз жетеміз деп ойлаған. Бірақ олардың жолын Жалалладдиннің әскері бөгеп тұрды. Осы уақытқа дейін Хорезмшахтар үнемі қашып жүрсе, бүгін Жалалладдин бұл үрдісті бұзуға бел буды. Шиги Хутуху географиялық тұрғыдан өзіне қолайсыз жағдайда екенін білді. Сондықтан ол бірінші болып тікелей шабуылдауға асықпады. Ол алға атты садақшыларын шығарды. Жалалладдин өз садақшыларына оқпен жауап қайтаруды бұйырды. Моңғол садақшылары Хорезмшахтардың жебесі жететін қашықтыққа жақындамайынша тиімді бола алмады. Қарқынды оқ астында қалған олар көп шығынсыз кері шегінді. Моңғолдар ұзын садақтарды қолданбайтын, өйткені мұндай садақтар ат үстіндегі қозғалысты шектейтін еді. Сондықтан моңғол атты әскері қысқа, бірақ икемді, әрі жылдам атылатын құрама садақтарды пайдаланды. Алайда бұл жолы қашықтық айырмашылығы олардың кемшілігі еді. Шиги Хутуху шабуылды бір күнге кейінге шегерді. Ол кез келген айланы қолданып, психологиялық артықшылыққа ие болуды көздеді. Ол өзінің жаңа жоспарын түн қараңғысында жүзеге асырды. Жалалладдин мен оның қолбасшылары келесі күннің стратегиясын талқылап жатқанда, барлаушылар моңғол лагерлерінде әлде бір қозғалыстың басталғанын хабарлады. Моңғолдарға қосымша күш келіп жатқандай көрінді, және бұл қимыл уақыт өткен сайын күшейе түсті. Жалалладдиннің қолбасшылары Мәлік пен Сұлтан Ығырақ бұл көріністен қатты үрейленді. Олар кері шегінуді ұсынды, бірақ Жалалладдин олардың жауынгерлік рухын көтеруге тырысты. Ол егер аңғардан кетпесе, бұл соғыста жеңіс жететіндеріне сенімді еді. Таңертең барлығының ақ қарасы анықталды. Моңғолдардың саны көбеймеген еді. Түнде аңғарда байқалған жауынгерлер
сабанмен толтырылған қуыршақтар болып шықты. Шегехутуху сол қуыршақтарды қосалқы аттарға отырғызып, зор алдамшы көрініс жасаған екен. Бұл тактикасы сәл болмағанда іске аса жаздады. Бұл айлакер маневр моңғол қолбасшысының ұрыс даласында қаншалықты қу екенін тағы бір дәлелдеді. Алдау әрекеті сәтсіздікке ұшыраған соң Шегехутуху шабуылға бұйрық берді. Садақшылардан басталған бірінші толқында моңғолдарға Хорезмшахтың шебіне жақындау қиынға соқты. Алайда Хутуху жақын ұрыста басымдыққа ие болғысы келді. Ол егер жауға жетіп бетпе-бет шайқаса алса, Жалалладдиннің әскерін өздерінің атты әскер тактикасымен талқандаймыз деп ойлады. Жау жақындаған сәтте Жалалладдин өз садақшыларына шегінуді, ал найзалы жаяу әскерге алға шығуды бұйырды. Қабырғадай тізілген найзалар моңғол атты әскерінің шабуылына тосқауыл болды. Жылқылар өткір ұшты найзалардың алдында инстинктивті түрде іркіліп, бұл олардың шабуылдау күшін бәсеңдетті. Бірінші толқын тойтарылды, бірақ екінші толқында моңғол атты әскері қорғанысты бұзып өтіп, қоян қолтық шайқасқа араласа қалды. Хорезмшахтар иілген қылыштарды қолданды. Бұл қару алыстан сермеуге тиімді болғанымен салмағы ауыр еді. Ал моңғол қылыштары қысқа әрі жеңіл болып, жақын қашықтықта жылдамдық пен ептілікті қамтамасыз етті. Ұрыс даласында қиян-кескі айқас басталды. Жалалладдин алдыңғы шептегі жағдайдың шиеленіскенін байқағанда өзі де шайқасқа араласты. Оның шайқасқа кірісуі сарбаздарды жігерлендіріп, тепе-теңдік қайта орнады. Бұрын шегінген хорезмдік садақшылар көмекке ұмтылған моңғол әскерлеріне оқ жаудырып, шабуылдың екпінін басты. Осы сәтті пайдаланған Жалалладдиннің әскері жылдар бойы жиналған кегін қайтару үшін жаппай шабуылға шықты. Моңғолдар тез арада көп адамынан айырылып, басымдық Хорезмшахтардың жағына өтті. Хутуху шегінуден басқа амалы қалмағанын түсінді. Ол атты әскеріне шайқасты тоқтатып, аңғардан кетуге бұйрық берді. Парван шайқасы Жалалладдиннің айқын жеңісімен аяқталды. Тарихта тұңғыш рет моңғол әскері ашық шайқаста жеңіліс тапты. Шегехутуху небәрі 2 күнде 15 мыңға жуық сарбазынан айырылды. Бұл жеңіс тек Жалалладдиннің жеке табысы емес еді. Ол сондай-ақ оның халқына үміт, ал күллі ислам әлеміне батылдық сыйлады. Бірақ ұлы соғыстар әлі алда еді. Енді Жалалладдинмен шайқасуға Шыңғыс ханның өзі келе жатқан болатын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.